Кеш жарық, қайырлы кеш, құрметті достар, құрметті телекөрермендер. Бүгін 28 мамыр 2026 жыл Алматы қаласы Тестап Алматы ең көңілді интеллектуалды қазақша квиз ойынның 11 маусымының финалы. 20 финалист, тек бір ғана жеңімпаз бас жүлдеге таласатын болады. 6 команда маусымның үздігі атануға ниеттеніп дайын отыр. 11 үздік капитан нағыз лидерді анықтайтын сәт. Бірақ ең басты сұрақ, ең тартысты дода қалааралық чемпион кім болады? Алматы қаласы ма, әлде Астана қаласы ма? Оны алдағы уақытта бірге анықтайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кеш жарық, қайырлы кеш, құрметті Тестап Алматы ең көңілді интеллектуалды қазақша квиз ойынның 11 маусымының финалистері. Қош келдіңіздер бүгінгі маусымның додасына. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бас жүлдеге таласатын командалармен таныс болайық. Мұғалімдер Чипа командасы, қош келдіңіздер. Керегі Жоғай командасы, қайдасыздар? Қош келдіңіздер. Саясхат EQ командасы 11 маусымның финалында, қош келдіңіздер. Аутлет командасы, О Махаббат командасы. Бізге не айтса Асхат, 11 маусымның финалында, қош келдіңіздер, сәттілік тілейміз. 11 маусымның финалында Ой Лайк Тим, Алтын Сарин Бенд командасы. Фокус египеттестер, Дарабос, қош келдіңіздер. Айналайн командасы, сәттілік тілейміз. Макоси командасы, қош келдіңіздер. Есі ауысқан суырлар, қош келдіңіздер. Бүгінгі финалдық бәсекеге дайын болсаңыздар, алғашқы кезең жаттығу деп аталады. Назарларыңыз экранда болсын. Бірінші кезең. Жаттығу кезеңінде 7 сұрақ. Әр сұраққа ойлануға 30 секунд. Дұрыс жауап берсеңіздер, бір сұрақтан 1 ұпай еншілейтін боласыздар. Сонымен жаттығу кезеңінің алғашқы сұрағы. Мына суреттен адамдардың оны пайдалануға дағдысын байқауға болады. Біз мәтінде бір сөздің бірнеше әріпін өшіріп тастадық. Сол сөзді атаңыз. Экрандағы жауаппен сіздердің шимай парақшаларыңыздағы жауап сәйкес келсе, қошемет соғып, финалдағы эмоцияларыңызды көрсетіп отырсаңыздар болады. Ал, кеттік ал. Жаттығу кезеңінің дұрыс жауаптары. Кофе. Бұл қай әнші? Эйс. Дұрыс жауабы Эйс. 11 маусымның финалы жалғастырамыз. Келесі кезең, екінші кезең таза логика деп аталады. 7 сұрақ, әр сұраққа ойлануға 60 секунд. Дұрыс жауап берсеңіздер, бір сұрақтан 1 ұпай еншілейтін боласыздар. Алғашқы сұрақ, назарларыңыз экранда болсын. Аудармашы Асқар Базарбайдың айтуынша, орыс тілінде қайық та жүзеді, адам да жүзеді, малдың тезегі де жүзеді. Ал қазақ тілінде қайық жүзеді, адам бүйтеді, малдың тезегі сөйтеді. Бүйту мен сөйтуді табыңыз. Негізі Тестаптың ең керемет сәттерінің бірі ол командалардың сұрақты талқылауы, дұрыс жауабын бірге анықтауы. Мысал қазір әр команданың жақыннан түсірсеңіздер, командалар жауабын талқылау үстінде 10 адамның 10 түрлі жауабы бар, бірақ біздің бір ғана дұрыс жауапты қабылдайтынымызды бәрі біледі, бірақ 10 адам 10 түрлі жауап алып келеді, 10 түрлі идея, сонысымен қызық. Қарап отырсаңыздар болады. Сонымен қатар біздің жеңімпаздарымызға арнайы чемпиондық кубок, чемпиондық медальдар, алтын, күміс, қола, маусым үздік капитаны, маусым жаңалығы, маусымның үздік командасына деген кубоктарымыз дайын, чемпиондарымызға диплом дайын, арнайы сый-сияпаттарымыз дайын. Және ең басты жаңалығымыз арнайы біздің Тестап өмір бір-ақ рет беріледі, оны ойнап тұру керек деген атаумен мерчтарымыз бар. Айтпақшы, осы мерчті алғыларыңыз келсе, жаз айларында кез келген
ауа райында өте керемет үйлесім табатын мерчтарымыз алғыларыңыз келсе, ұйымдастырушыларға хабарлассаңыздар болады. Бүгін финалдан кейін сатылымға шығатын болады. Уақыт аяқталды, парақшаны тапсырамыз. 11 маусымның финалын жалғастырамыз. 3-ші кезең медиа деп аталады. Медиа кезеңі. Медиа кезеңінде 7 сұрақ, әр сұраққа ойлануға 30 секунд. Дұрыс жауап берсеңіздер, бір сұрақтан 1 ұпай еншілейтін боласыздар. Назарларыңыз экранда медиа кезеңінің алғашқы сұрағы. Мэшаптағы 2 орындаушыны жазыңыз. Бір танымал актер өзі түскен фильмдер сериясын баласына көрсетіп, бірақ онда басты рөлде ойнап жатқан өзі екенін айтпауға бекініпті. Фильм фанаттарының ойынша, актердің баласы фильмнің соңғы бөлімдерінде әкесін танып қоюы мүмкін. Бұл қай фильмдер сериясы? Дәл қазір командалар өздерінің жауап парақшаларын тапсыру үшін 30 секунд уақыттары бар. Бұл 30 секунд уақыт аралығында парақшаларын өткізу керек. Кейбір командалар 30 секунд болмай өткізеді, кейбіреулері 30 секундтан кейін өткізетіндер бар. Енді финал болғаннан кейін сондай болады. Өткіздер ғой. Сонымен 3 кезең артта қалды. Қазір командаларда аралық ұпайларын экранға шығарып көру үшін бізде үзіліс, біздің ұпайды есептейтін Айлия ханым есептеп жатыр. Үстінде біздің жастарымыз көңіл-күйін көтеріп билеп жатыр. Ал біздің командаларымыз осы аралық ұпай есептеу сәтінде сыртқа шығып таза ауада 3 кезеңнің сұрақтарын талқылайды. Жалпы әдетте осылай болады. Сон бірге сұрайық командалардан жалпы финалға көңіл-күйлері. Кеш жарық, құрметті қатысушылар. Финал құтты болсын. Енді бір ауыз жалпы көңіл-күй қалай? 404 GQ командасы биылғы маусымның, осы көктемгі маусымның чемпионына бірнеше команда үміткер. Сол үміткер команданың бірі 404 GQ. Не себепті үміткер? Себебі бірнеше апта қатарынан бейсенбілік классика ойынның жеңімпаздары. Сондықтан бұл команданы чемпиондыққа үміткер деп айтсақ болады. Көңіл-күй қалай ең бастысы? Керемет, сұрақтар керемет болды. Біз примерно 82% алдық қой. 21 ұпайдан 82% өздері біледі, Шимай парақшасына жазылған. Сонымен қатар алдыңғы маусымның жеңімпаздары Тапсай Асхат командасы, Тапсай Асхат командасы. Тапсай Асхат кеңіздер, мінекей біздің арнайы төс белгілері бар, квиз майталмандары Тапсай Асхат. Дәл қазір чемпиондық белбеу деп елестетіңіздер. Сол белбеу өздеріңізде қала ма, әлде 3 кезең бойынша, әлде белбеуді алып қойын деп жатыр ма? Мықты жеңсін, бірақ кім жеңсе де біз қуанышты боламыз. Жалпы ойын қызық өтіп жатыр. Жалпы бізде әртүрлі клан болып үстіп тұрып ақылдасып тұрады. Бұл клан 404 пен Тапсайдың кланы. Тағы да барайық командаларға. Бұл жерде клан Сопрано және Фокус египеттестер командасы. Жігіттер қалайсыңдар? Өте керемет, өте мықты деңгейде өтіп жатыр, бізге бәрі ұнап жатыр. Көңілге қалай? 3 кезең бойынша қандай да бір қызықты сұрақтар болды ма сіздерге? Көңілдеріңізден шығып жатыр ма? Керемет, әрине ұнап жатыр. Бірінші кезеңдегі анау жаттығуда тест жоқ, қиын болып кетті сол жері. Жаттығу болмады десек, бірінші сұрақтан бірінші кезеңнен баса қинап жатыр финалда. Орташа қазір. Сәттілік тілейміз. Ең бастысы алдыңғы жылы чемпиондық белбеудің иесі атанды. Бір рет болсын чемпион болдыңыздар. Бүгінгі ойында сіздерге сәттілік. Рахмет, құрметті қатысушы командалар. Баршаларыңызға көп рахмет. Орындарыңызға жайғасуларды сұраймыз. Қазір назарларыңыз экранда болсын. Көк түсті команданың аты Астана қаласында қатысушы командалар, жасыл түсті командалардың атауы Алматы қаласындағы үздік финалдағы командалар. Сонымен 3 кезеңнің аралық ұпайларын экран арқылы бірге тамашалайық. Бірінші орында 23 ұпаймен палата номер 6 Астана қаласы 23 ұпай. Екінші орында қалааралық қақтығыста Тапсай Асхат командасы мен 404 GQ командасы
4-ші кезең тақырып деп аталады. Тақырып кезеңінде 9 сұрақ, 9 сұраққа, әр сұраққа ойлануға 60 секунд уақыт беріледі. Дұрыс жауап берсеңіздер, бір сұрақтан 1 ұпайды еншілейтін боласыздар. Тақырып кезеңінде барлық жауаптарды біріктіретін бір тақырып немесе логика бар. Тақырыбын тапсаңыз, жауабын табу оңайырақ болады. Сонымен тақырып кезеңінің алғашқы сұрағы назарларыңыз экранда. Абақ тарқан, баға тарқан, тарқан. Бұлар көне түркі Шыңғысхан замандарында қолданылған әскери терминдер. Егер оларды қазіргі заманда қолданысқа енгізер болсақ, тарқандарды X-терінің санына қарап ажыратар едік. X-ті табыңыз. Сонымен құрметті достар, финалда бізде командалардың ұпай саны тексеретін арнайы мамандарымыз бар. Айлия ханым, Тестап Алматы. Айлия ханым, көңіл күйіңіз қалай жалпы финалда? Көңіл күйім керемет. Финал өте тартысты өтіп жатыр, және бәрі ойдағыдай өтіп жатыр. Әр ойында командалардың қызығушылығы өте зор болғандықтан, финалға қарамастан да, обычный ойындарда да бізде күн сайын 10 командалы, 20 команданың барлығы келетін еді. Бүгін даже аз болған сияқты, бірақ та әр балға таласып. Қазір мен сұрақты оқып келем, одан кейін біз сұхбатты жалғастырамыз. Айлия ханым, сұхбатты жалғастырамыз. Енді ең жауапты жұмыстардың бірі командалардың 7 кезең бойынша жауаптарын тексеру. Бұл жерде қате жіберуге болмайды. Бүгін қалааралық чемпионды анықтаймыз. Жалпы Алматы қаласының командалары қалай белгілеген? Астана командасы қазір аралық ұпайда 1-ші орында тұр. Қандай да бір шанс бар ма чемпион болуға Алматы командасына? Астананың командасы 1-ші орында тұрса да, артынан біздің 4 командамыз озып келе жатыр. 0,5 балл менше саналмайды деп ойлаймын. Сондықтан да жалпы ұпай болғанда біздер қуып жетеміз деген сенімдемін. Алматы точно жеңеді бүгін. Қараңыз экранда. Абақ тарқан, баға тарқан, тарқан. Бұлар көне түркі Шыңғысхан замандарында қолданылған әскери терминдер. Егер оларды қазіргі заманда қолданысқа енгізер болсақ, тарқандарды X-терінің санына қарап ажыратар едік. X-ті табыңыз. Уақыт аяқталды, парақшамызды тапсырайық. Барлық қатысушы командалар парақшаларыңызды тапсырған болсаңыздар, назарларыңыз экранда болсын. X-ті табыңыз. Жұлдыз. Абақ тарқан генерал-лейтенант, баға тарқан генерал-майор, тарқан генерал. Қазірде әскери шендерді погондағы жұлдыз санына қарап анықтай аламыз. Тақырып кезеңнің алғашқы дұрыс жауабы жұлдыз. Бұл топонимдер қайда орналасқан? Айда орналасқан. Архимед таулары, Гумбольдт теңізі, Армстронг кратері. Айда орналасқан. Жұлдыз, ай. X-ті атаңыз. Дұрыс жауабы күн. Скафи күн сәулесін бір жерге шоғырландырып, алауға от береді. Жұлдыз, ай, күн. Келесі, оларды атаңыз. Айдақарлар. Дұрыс жауабы айдақарлар. Келесі, X, Y-ті табыңыз. Ойы өрнек. Айдақарлар, ойы өрнек. Келесі. Қазтуған, Керейхан, Асан, Қайғыз, Жәнібек, Әбілқайыр көшпенділер трилогиясының қай бөлімде кездеседі кейіпкер ретінде? Алмас қылыш. Ильяс Есенберлиннің Алмас қылыш романындағы кейіпкерлер. Келесі. Қай сөзде қате кеткенін анықтап, дұрысын жазыңыз. Түйенің танитыны топырақ. Жапырақ. Фразеологизм. 5-ші кезең капитандық. Ең алдымен ережелерді мұқият тыңдап алайық. 4 сұрақ қойылады капитандарға және командаларға. Ойлануға 1 минут уақыт беріледі. Команда дұрыс жауап берсе 1 ұпай, капитан бөлек дұрыс жауап берсе 1 ұпай. Бір сұрақтан 2 ұпай еншілеуге болады. Капитандарды қаламдарыңызбен сахнаға шығуларыңыз сұраймыз. Келіңіздер. Команда бөлек, капитан бөлек жауап беру керек. Құрметті көрермендер, бізде ең шешуші кезеңдердің бірі капитандық кезең. Әр сұраққа ойлануға 1 минут уақыты бар. Осы сәтті пайдаланып,
Бүгінгі Қазақстан премьер лигасындағы ең орталық кездесудің бірі Ордабасы Қайрат арасындағы ойынды көріп тұрмын. Есеп 2-1 Ордабасының пайдасында. Не дейміз енді? Өкінішті. Финал жалғастырайық. Парақшасы мемлекеттердің туын ғарыш әлемімен байланыстырып, стилизация жасайды. Иллюстратор оңтүстік Корея туындағы 4 триграмманың орнына ненің суретін салған? Жауапты нақты жазыңыз. Рахмет, барлық капитандар, барлық командалар, парақшаларыңызды тапсырған болсаңыздар, назарларыңыз экранда болсын, дұрыс жауаптарын бірге тамашалайтын боламыз. Капитандық кезең. Алғашқы сұрақ. Әңгіме қай компания туралы? The North Face, дұрыс жауабы. The North Face. Келесі. Бұл қай әнші? Калифорния. Қалиф Фархат. Тегі Қалиф, есімі Фархат, Калифорния. 11 маусым финалындағы 6-шы кезең плюс кезеңі деп аталады. Плюс кезеңінде 7 сұрақ, әр сұраққа ойлануға 60 секунд. Бұл кезеңде бәс тігуге болады, жауаптың жанына плюс белгісін қойып, 2 ұпай алсаңыз болады, бірақ қате болса, минус 1 ұпай жоғалтасыз. Сонымен қатар мұқият болыңыздар, бұл кезең сұрақтары қайталанбайды, басшыларыңызға сәттілік. Плюс кезеңі нақты сенімді жауаптың жанына плюс қойып, 2 ұпай жинасаңыздар болады. Бірақ плюс қойып дұрыс емес болса, минус 1 ұпай шегерілетін боламыз. Алғашқы сұрақ. Әлемдік авто өндіріс алыптарының көбі өз атауына туған өлкесінің белгісін жасырып қойған. Мысалы, BMW аббревиатурасы Бавария аймағын меңзесе, MAN атауында Аугсбург пен Нюрнберг қалалары бар. Олай болса, италиялық Fiat брендінің атауы қай қаламен тікелей байланысты? Сәйкестендіру қалай болып жатыр? Тауып қойдық, Зейнолла Қабдоловты білесің? Асқар Мамаевты білеміз. Күнсу Закария не ашқан? Сонымен плюс кезең аяқталды. Жауап парақшасын тапсыруға 1 минут уақыттарыңыз бар. Нақты сенімді жауаптың жанына плюс белгісін аямаңыздар. Ал сәттілік баршаларыңызға. Олжас Сүлейменовтің бала кезінде көп кітап оқығанын көріп, анасы кішкентай Олжастың X жайлы уайымдай бастайды. Алайда бұл уайымына оның әкесі кітаптан X құрамайды, керісінше ашыла деген екен. Сұрақ, түбірі X болатын ненің жарнамасын көріп тұрсыз? Болды. 5 команда 5 сұрақты алдым. Қате болса есептелмейді. Орындарыңызға отыра берсеңіздер болады. Келесі, жәшіктің ішінде не бар? Қазір көреміз. 5 команданың жауаптары қате болуы мүмкін, немесе арасында дұрыс жауап болуы мүмкін. Рахмет. Сұрақ, түбірі X болатын ненің жарнамасын көріп отырсыз? Көзілдірік. Романтик, басымда кепка, үстімде ади, қолда гитара, сидим на лавке, сегодня вечером болады пати. Қыздар бүгін типа на стиле, қызыл жасыл, түрлі лосин, жігіттерден біздің қалыспауда, үстінде пиджак, цвета малина. Миллиондер бәрі жас менен кәрі, колонкада Шатуновтың әні, жалбыраған жар сол кездің сәні, ауызда қып-қызыл виноның дәмі. Оп, черно-белый фотка, фоткада мотоцикл, дотқа топ бала, қызбенен техничный өтіп барам, топ бала көріп қалды оппаны. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching.
You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day. Осы жасағандарыңыз құр болмасын, мінекестерге сый сияпат. Осындай көңілді отырған біздің қатысушыларымызға қошемет соғып қойыңыздар, жарайсыздар. Біздің ең көңілді финалистеріміз Тестап Алматы ең көңілді интеллектуалды қазақша квиз ойыны 11-ші маусымның финалы. Маусым финалында Инстастори байқауының жеңімпаздары. Назарларыңыз экранда болсын, жеңімпаздардың сториларын экранға шығаратын боламыз. Мінекей, біздің жеңімпаздарымыз. Өздеріңізді таныған болсаңыздар, ортаға келіңіздер. Стори байқауының жеңімпаздары. Кеттік ал. Рахмет, Стори байқауының жеңімпаздары. Естелікке суретке түсіп алыңыздар. Құттықтаймыз. Қазір барлық 11 капитанға да бірдей сый сияпат береміз. Бірақ маусымның үздік капитанын экран арқылы сіздерге шығаратын боламыз. Назарларыңыз экранда болсын. 11-ші маусымның үздік капитаны Байжан, 10 қарақшы командасы. Сахнаға шығарамыз, келіңіз. 10 қарақшы Байжан. Байжан, 10 қарақшы, маусымның үздік капитаны. Арнайы Тестаптың жаңадан шыққан мерчті ең алғаш болып өзіңізге табыстаймыз, құттықтаймыз. Кубок, диплом және осындай керемет мерч. Маусым жаңалығы екен бізде. Қай команда осы маусымның жаңалық атағына лайық деп ойлайсыз? 47,9%-бен мұғалімдер типа командасы ортаға шақырамыз. Маусым жаңалығы. Мұғалімдер типа. Көңілді шығайық. Маусым жаңалығы. Екінші, бірінші орын егерлерін анықтайтын боламыз. Команда болып ортаға келіңіздер. Тестап Алматы ең көңілді интеллектуалды қазақша квиз ойында 3-ші орынға ие болғаны үшін. Ойлайк тим командасы, келіңіздер. 3-ші орын егерлері. Сахнаға келіңіздер, сахнаға. Қола медаль егерлері. Ойлайк тим командасы 3-ші орын құтты болсын. Үшінші орын дипломдарыңыз, 3-ші орын кубоктарыңыз, және де Ойлайк тим командасына 20 000 теңге қаржылай сертификат құтты болсын. Күміс медальға және қаржылай 30 000 теңгеге ие болған үшін чемпиондық белбеулерін табыстайды. Енді бүгін олар амал жоқ. 2-ші орын Тапсай Асхат командасы, келіңіздер. Күміс жүлдегерлер. Келіңіз.
құрмет қошемет көрсетіп ортаға сахнаға шығарады, мінберге шақырады. Тапсай Асхат командасы алдыңғы маусымның чемпионы. Дәл бүгінгі чемпиондыққа осындай құрмет қошемет көрсетіп жатыр. Сіздерге көп-көп рахмет осындай құрметтеріңіз үшін. Келесі маусымдағы командаларға да үлгі болсын деп ойлаймыз. Әйтеуір 5-6 маусым тұрып қалмасаңыздар болды осылай. Финалда. Әр маусымда Тапсай Асхат дейсіз ғой. Сонымен құрметті қатысушы командалар, Арсенал командасы 22 жылдан кейін өздерінің чемпиондық кубоктарына ие болса, араға 4 жыл сарып 11 маусымның чемпион командасы атанғаны үшін ортаға, сахнаға, мінберге 404 ЖК командасы шақырамыз. Құтты болсын! ЖК командасы Тестап Алматы 11 маусымның чемпиондары. ЖК маусымның чемпионы атанғаны үшін диплом, кубок және 40 мың теңгелік арнайы қаржылай ақшалай сыйлық сіздерге. Құтты болсын. Естелікке суреткесуге шақырамыз маусым чемпиондары. Тестап Алматы қаласы ойынның дирижері, әр квиздің мінсіз өтуін бақылайтын адам, Тестап Алматы бас координаторы Айнұр ханым. Қошемет соғып қойыңыздар. Барлық хабарламаларға жауап беріп, тұрақты ойыншыларды әлеуметтік желідегі аватаркаларынан бірден танитын адам Еркежан ханым, менеджер. Қошемет соғып қойыңыздар. Ұйымдастырушымыз Экзельмен дос, ұпайлармен жақын адам Айлия ханым, төреші. Бізге керемет көтеріңкі көңіл күй сыйлаған диджей, музыкант Қалтай Сағындыққа бір қошемет соғып қойыңыздар. Сонымен қатар Тестап Алматы ойындарының жүргізушісі ойыншыларды сөзімен баурап, экранға назар аударайық деп танитын Абзал мырзаға қошемет ұрып қойыңыздар. Және бүгінгі 11 маусымның финалының жүргізушісі мен, есімім Дәмір. Финалға ат салысқан, белсенділік танытқан командаларға көп-көп рахмет айтамыз.